Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мына жердің топырағымен таныстырғым келіп отыр. Мына топырағын көрсек, құмды. Мына жерде органикалық заттарды көру кішкене қиындау. Көрдіңіздер ме? Топырағымды құмды. Құнарлықты онша байқай бермейміз. Мына күйіртпектілігі де, басқа да құнарлыққа қатысты қасиеттері төмендеу. Енді бұл жерді қарайтын болсақ, осындай топырақтың өзінде қандай ағаштар өсіріп жатыр. Мына жерде мынау зәйтүн болу керек, мынау киви лайм, қателеспесем. Енді мына жағына кететін болсақ, мінекей құрма ағаштары, пальмалар. Яғни осындай кедей топырақтың өзінде бір елдер осыны керемет жағдай жасап отыр ағаштар мен өсімдіктерге. Егер біздің еліміздің топырақтары бұған қарағанда әлдеқайда бай, қоректік элементтер болсын, құнарлық болсын, бізге әлдеқайда мына топырақтардың бай. Енді бұл нені дәлелдейді? Егер де біз дұрыс қарым-қатынас жасасақ, дұрыс бағдарламасы жасай алсақ, елімізде көптеген ағаштарды өсіруге болады. Кейде біз айтып жатамыз, мысалы, біздің топырағымыз нашар, топырағымыз құнарлығы жоқ деген сияқты. Мұнымен салыстырғанда бұның несін, яғни ондай жерлерде де ағаштарды өзімізге ұнатқан кезгеміз гүл болсын, басқа да өсімдіктерді өсіре алатынымыздың дәлелі міне осы айналамыз тұрған қазір. Қараңыздар, бір ғана кішкентай ғана шөп емес, қандай үлкен пальмалар, құрма ағаштар өсіп тұрған. Қараңыздар, бұның өсуіне де оңай емес негізі, бірақ бұл жерге міне өсіруге болады екен. Яғни сізде топырақ, біздің елімізге топырақ өспейді деген ойдан арылу керек. Егер дұрыс жағдай жасайтын болсақ, көптеген ағаштарды өз қалаған өсімдіктерімізді өсіре аламыз.